Барлықтарыңызға сәлем достар, мен есімім Аяулым, сіздермен бірге қазақша SMM. Бүгін сіздермен біз SMM мамандары алғашқы клиенттерін қайдан тапса болады? Осы сұраққа жауап беретін боламыз. Боже, как вас много. SMM мамандары өте көп сіздер. Және де клиент таба алмай жүргендеріңіз қаншама. Сондықтан да дәл сол мамандарға арнап мен нұсқаулық айтқым келіп жатыр. Обычно менің менторлығымнан кейін оқушылар өзіне клиент табуға әлде қайда оңай және де тез мүмкіндік алады. Соны байқаған екенмін. Қазіргі таңда мен SMM саласында жүргеніме 3 жылдан асты. Және де осы уақытқа дейін мен қаншама клиенттермен кездесіп, қаншама проектілер жүргізіп үлгердім. Кейстарымды Instagram парақшамнан көрсеңіздер болады. Жаңадан оқып шыққан мамандардың, как правило, опыты жоқ. Ал көп заказчиктер, бизнесмендер өзінің жобасына опыты жоқ, тәжірибесіз маманды алғысы келмейді. Белгілі себептермен, яғни опыты жоқ мамандар көбінесе өзіне сенімсіз болады, және де өзінің алған білімін, теориялық білімін, практикалық білімін көп жағдайда кейде қолдана алмай жатады. Сондықтан да олардың сенімділігі төмен. Сенімділігі төмен, өзінің біліміне, өзінің тәжірибелігіне сенімсіз маманды көп адамдар жұмысқа алғысы келмейді. Мен айтатын лайфхактар сіздерге көмектесуі мүмкін, жазып алыңыздар. Ең бірінші, сіз оқып шыққаннан кейін SMM маманы болып, өзіңіздің біліміңізді жинақтаңыз. Бір параққа немесе бір парақ емес, бір дәптер алыңыз, бір журнал алыңыз, сол жаққа өзіңіздің білетін біліміңіздің барлығын жазып шығыңыз. Еш ерінбеңіз. Сол кезде сіз басыңыздағы шатасып тұрған, хаос болып жатқан біліміңізді жинақтайсыз. Одан кейін клиентке өзіңізді ұсынған кезде сіз аспандағы ай мен жұлдызды ұсынбаңыз. Сіз өзіңіздің реальный возможностьіңізді айтыңыз. Яғни сіз клиентпен кездесуге келген кезде өзіңіздің біліміңізді сатуыңыз керек. Өзіңіздің тәжірибеңізді және де жұмыс жасай алатыныңызды сатуыңыз керек. Сондықтан да сізде пока что кеш жоқ қой, ешқандай опыт жоқ. Сондықтан да өзіңізге сенімді болу өте маңызды. Мысалы, мен басында SMM маманы болып клиент тапқан кезде мен сұмдық көп нәрсе білмейтінмін. Бірақ менің ішімде сенімділік болды. Мен жасай аламын, жасап көргім келеді, үйренемін, сізге нәтиже көрсетемін, қандай да болсын. Сондай үлкен ішінде сенімділік болды. Сол нәрсені мен клиенттерге көрсетуге тырыстым. Мен ең үлкен жобаларымның бірі 150 мың теңгелік жоба. Бұл жаққа мен келген кезде, ол жобамен сұхбаттасуға келген кезде, ол жақта мен айттым, менің тәжірибем жоқ. Бірақ мен қатты үйренгім келеді. Осы сала маған қызық. Осы сала арқылы мен дамығым келеді. Мен болашақта өзімді керемет SMM маманы, эксперт, маркетолог ретінде көремін. Сондықтан да мен қазіргі бар білімімді максимум қолданамын, және де алдағы уақытта мен өзімнің білімімді жаңартатын боламын. Міне, дәл осындай позициямен мен клиентке келген болатынмын. Және де сол клиентпен біз 6 ай көлемінде жұмыс жасадық. Сондықтан да көп курстардың қателігі өзінің оқушыларының психологиясымен, мышлениясымен жұмыс жасамайды. Бұл өте маңызды. Бірінші пункт түсінікті деп ойлаймын, яғни бұл сенімділік, өзіңіздің біліміңізге сенімділік, өзіңіздің тәжірибеңізге сенімділік, және де өзіңіздің жұмыс жасай алатыныңызға, өзіңіздің ізденімпаздылығыңызға сенімділік болу керек. Бұл ең басты критерийлардың бірі. Екінші, сізде ешқандай тәжірибе жоқ болғандықтан, сіз клиентке баснословный ақша талап ете алмайсыз, өкінішке орай. Өйткені, неге? Сіз дәл сол ақшаға тұрарлық, мысалы, сіз ешқандай опыт жоқ сізде, сіз ол кісіге барып айтасыз, мен 200 мыңға жұмыс жасаймын, Ол сізге айтуы мүмкін, жарайды, мен сізге 200 мың беремін, бірақ сіз осы ақшаға қандай құндылық бере аласыз? Сіз дәл сол ақшаға құндылық бере алмауыңыз мүмкін. Сондықтан да басында сіз пробный версия ұсынып көріңіз клиенттерге. Пробный версия дегеніміз не? Ол белгілі уақыт аралығында скидкамен немесе тегін жасап беру. Аккаунтты 2 апта, 1 ай көлемінде скидкамен немесе
тегін жасап берсеңіз болады. Сол уақыт аралығында сіз ол клиентке не только выгодны боласыз, сіз өзіңізге опыт жинайсыз, өзіңіздің тәжірибеңізбен теорияңызды тексеріп сынап көресіз. 2 апта бойы клиентке айтып көріңіз, 2 апта бойы мен сізге тегін жүргізіп берейін, сізге ұнап жатса, нәтиже болып жатса, онда ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Және сол 2 аптаның ішінде максимум өзіңіздің тәжірибеңізді, біліміңізді құйып, нәтиже, результат көрсетуге тырысыңыз. Ойлаңызшы, барлық кәсіпкер өзінің бизнесін Instagram арқылы жүргізеді. Instagram арқылы сауда жасайды. Сондықтан да барлық кәсіпкерге SMM маманы, маркетолог, таргетолог мамандары қажет. Сіз әлі күнге дейін клиент таппай жүрсеңіз, онда өзіңізге деген сенімділігіңіз бен клиентке деген подходыңыз дұрыс емес деген сөз. Және де 3-ші подход, бұл 100% жұмыс жасайтын подход. Мен бұл подходты өзімнің менторлығымда оқытатын оқушыларыма айтамын. Бұл созвон деп аталады. Клиенттерді дайрект арқылы табуды жүктейді, мысалы, сіздер бизнес аккаунттарды Instagram арқылы тауып, оларға дайректіне өздеріңіздің услугаларыңызды сатасыздар. Бірақ ол услуга сатудың да переписка арқылы өзінің белгілі нәтижелері, яғни ережелері бар, нақтырақ айтқанда. Бірақ ол көп жағдайда жұмыс жасамайды, өйткені ол аккаунтқа күнделікті қаншама мамандардан, боттардан, әртүрлі лайктайм, гиф деген секілді рекламалар жүруі мүмкін да. Сондықтан да егер сіз ондай аккаунтқа өзіңіздің услуганы сататын болсаңыз, ол аккаунтты дайректі оқып, бірден өшіріп жіберуі мүмкін, немесе жай ғана игнор қылуы мүмкін. Сондықтан да ондай аккаунттармен байланысқа түсу үшін мына нәрсені қолдану керек. Сіз ол аккаунттың дайректіне шыққан кезде, сіз бірден өзіңіздің услугаңызды сатпайсыз. Ең бірінші, сол аккаунттың иесінің нөмірін сұрайсыз. Яғни, өзіңізді бірінші таныстырасыз. Мен осындай маманмын. Мен сізге өте жақсы коммерциялық ұсынысым бар. Ол ұсыныс сізге өте пайдалы, ақпаратты және де выгодны болады. Сондықтан да маған өзіңіздің телефон нөміріңізді берсеңіз, немесе осы аккаунттың иесінің телефон нөмірін бере аласыз ба? Мен сізбен тез арада байланысқа шығып, көп уақытыңызды алмай түсіндіріп беретін боламын. Дәл осындай текстпен дайректіне шықсаңыздар болады. Ол кезде ол адамдар өзінің нөмірін беруге ерінбейді. Нөмірін алып алғаннан кейін сіздер ол кісіге хабарласасыздар, өзіңізді жақсылап таныстырасыздар, және де 100% айтайыншы, 100% демей қойын, 99.9% ол кісі сізбен кездесуге, немесе хотя бы WhatsApp-та сөйлесуге, өзіңіздің кейстарыңызды қарауға, өзіңіздің ұсынысыңызды қарауға мүмкіндік береді. Хабарласқан кезде ол кісімен қалай сөйлесесіз, өзіңізді таныстырасыз, маман ретінде таныстырасыз, және де өзіңіздің эксперттік ойыңызды айтасыз. Сіз ол аккаунтты алдын ала тексеріп, разбор жасап аласыз. Ол клиентке айтасыз, сіздің аккаунтыңыздың осындай желілерінен қателік кеткен екен. Қателікті жөндеу үшін мен сізге көмектесе аламын. Сол арқылы мен сіздің аккаунтыңызды жүргізіп бере аламын. Менің қызметім арқылы сіздің охватыңыз өседі, клиентіңіз көбейеді, және де контентіңіз жақсарады. Бұл сізге керемет мүмкіндік. Дәл осындай клиенттердің бойларына басатын сөздерді айту керек. Көбінесе бизнесмендердің бойлары қандай? Сатылым аз, клиент жоқ, Instagram наша жүргізіледі, ешқандай клиенттердің довериясы жоқ, обратная связь жоқ. Сондықтан да осы бойларды қолдану арқылы клиентті оңай табуға болады. Және де көп бизнесмендер кейде клиентті Instagramнан алуға болатынын білмеуі мүмкін. Сондықтан да нақты статистиканы көрсетіп, бүкіл қазір адамдар Instagram арқылы сауда жасайтынын айтып, көрсетіп, нақтылап кету керек. Және де соңғысы, негізі бұл лайфхак бірінші айтылу керек еді, өйткені мен алғашқы клиентімді осы тәсіл арқылы тапқанмын, ол таныстардан сұрау. Таныстарыңызға, жақындарыңызға, туысқандарыңызға мен SMM маманымын, сіздердің аккаунттарыңызды жүргізіп бере аламын, бизнес аккаунттарыңыз болса, немесе таныстарыңыздың аккаунттарыңыз бар болатын болса, онда мен сіздердің аккаунттарыңызды тегін немесе арзан бағаға жүргізіп бере аламын деген мақсатпен
алғашқы клиенттеріңізді тапсаңыздар болады. Мен өзімнің алғашқы клиентімді осылай тапқандықтан, бұл мен үшін ең жұмыс жасайтын тәсіл. Және де әр жасаған жұмысыңызға карьераңыздың басында полностью кірісіп, өзіңіздің бар ынтаңызды бөлсеңіз, ертең 2 жылдан кейін SMM маман ретінде, эксперт ретінде клиент табу әлде қайда оңай болады. Қазіргі таңда мен клиенттерді іздеп жатпаймын, клиенттер маған өздері жазады. Және де қазір онлайн түрде мен 3 аккаунт жүргізіп отырмын. Сондықтан да қазір бастарыңызда қорқыныш болатын болса, күмән болатын болса, еш қорықпаңыздар. Барлығы жақсы болады, клиенттерді табасыздар, жақсы эксперт маман болатындарыңызға сенімдімін. Бүгінге осы достар, сіздермен бірге болған қазақша SMM, менің есімім Аяулым. Келесі видеода жолыққанша, сіздерге SMM маркетинг бизнес ұнайтын болса, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, және де Инстаграмымда менде көбірек пайдалы ақпараттар болады. Келесі видеода жолыққанша.